Сәлем, арудың әлеміне қош келдіңіздер. Қалайсыңдар менің радиоларым? Бүгінгі көңіл-күйлеріңді комментарийға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Достар, біз алдында тока-боканы өшіріп қайттан көшірген болатынбыз. Мінекей, біздің жаңа үйіміз. Енді бүгін осы үйімізге мебельдер қарайтын боламыз. Бірінші мінекей осы жерінен бастайық. Алдымен сіздер мінекей осы жерді басасыздар. Міне басамыз. Және де осындайлар шығады. Короче, сіздер төсек сондайлар таңдайсыздар. Мысалы біз, например, бірінші біз осы заттарды дәлелдетіп тастауымыз керек, себебі олар бізге керек емес. Ал осы жерде бізде осы детская болсын. Осы екі қыздың осы төсектері. Так, сенді шкафчиктері. Неке осы жететін сияқты. Себебі төртеу оған. Типа можно, әдемі болады. Және де оларға осындай бір осындай типа стульчик. Ішіне заттар қойылған. Так, шкаф салдық. Енді осындай. Бұның ішіне олар типа заттарын, сондайларын салдық. Так, мен қайсын таңдайтынымды білмеймін, осыны таңдайық. Так, енді картинкалар. Осы оларға өте әдемі көрінеді. Дана ауыстырайық вот так вот. Типа былайнан төсектерін аяқта. Оны аяқта. И былай типа. Былай тоже болады. Бірақ, былай тоже нормально. Бірақ осылай қоя берейік бір. Не. Так, тағы да қандай детский картинкалар бар. Міне осындай бар. Детский. Осындай бар, например, детский. Міне осындай бар там. Все, мне тут картинка жетеді, в принципе. Ешқандай шкаф емес қой, тексерейікші. Аты алдында байқамай шкафын таңдап қойып біз. Ойбай, тымбат кетті ма, қалайсың? Мен баспадым ғой. Болды, мына комната бітті, енді біз просто мындайлар қояйық, типа коверлар. Қандай ковер таңдасақ екен? Осы обычный ковер негізінде бізге ұнайды, маған ұнайды, то есть. Так, парталар, в принципе, оларға керек емес, Болды, біз мінекей осы бөлмені дайындадық, міне дайын. Енді мына жерге жоқ. Мына жерге ата-анасының комнатасын жасайық. Төсек. Мінекей осыны таңдайық. Терезеге жақын. Және де осындай тумбочка. Мынандай давайте. Или нет? Так. Мынандай. Вот. Так, енді шкаф. Ең қиыны. Так, мен білмеймін, достар. Маған бір ілініп тұратындар бар ма? Например, қыздардікі. Ойбай. Мынаны таңдай берейін ба? Жоқ, ол аз болып қалады. Қайсын таңдайым? Мүмкін мындай обычный маленький шкафтар. Мындай ақ. Біреу жетеді ғой, өйткені қараңыздар. Ой, ё-моё. Көрдіңіздер ма? Логично. Так, мынандай бір кілт қоятын. Либо еще что-то. Или керек емес. Давайте оны прихожуға қоямыз, если бар болса. Достар,
қыздар мынандай бар екен ғой мына қыздарға. Мен осыны обязательно ана қыздарға қоямын. Бірақ қай жетіне қоямын? Ешқай жетіне жоқ, сондықтан да қоймай. Вот невезухам ғой. Так, сенде картинкалар. Мынандай. Очень әдемі, советую маған қатты ұнағаным. Және де біздің қыздың суреті обязательно. Так, тумбочка бар уже, шкаф бар, ковер жоқ. Мынандай ковер, в принципе, оларға подойдет деген ойдамын. Так, сыналарда тағы не болды? Парта! Или парта керек емес, бірақ? Я, бірақ, в принципе, не үшін керек? Или керек па? Білмеймін. Керек емес сияқты. О, достар! Мынау не тағы? Көрейікші просто. Тумбочкалар ашылмайды. Не деген просто. В принципе, нормально стульчиктер. Так, сынақа бір техника қояйық. Телевизор. Ой, ё-моё, телевизор көріп жатады. Либо можем басқа нәрсе. Компьютер қыздың. Идея, кажется, появилась. Картинка на яқа. Уле. Короче, сосын яқа болады поставить. Болады. Типа. Не осылай. Компьютерді қоюға болады. Не осы розовый. Да. Ой, ё-моё. Неге қойылмайсың сен деп. Или басқа тумбочка қоямыз. Тумбочка. Ё-моё, неге тумбочка дей беремін. Ең соңғысы қайдайды мынандай я. Бірақ бұл слишком болып кетеді. Слишком кішкентай болып кетеді. Я, бірақ. На вообще. Ну, в принципе, нормально ғой. О, қойылды! Тамақтарын дайындайды ма, білмеймін. Тамақты сабақ оқып, солай отырады, короче. Ең ұзынына мне на жерге кухня жасайық. Тебе кухня важна ғой бізде. Мынаны тыңдайық. Так, холодильник. Интересно. Бізде алдында мінеке осы көк болған. Бірақ қазір мен ол көкті көргім келмейді. Вау! Бірақ бұл кішкентай екен енді. Бірақ екеу странно болып кетеді ғой. Осындай қоямыз. И столик. Дискотека. Эй, бейби. Де, бұлың айтып кетсең. Күшті болады, неді? Мынау кішкентай қояды бірақ. Вау! Үлкен стол ма немене? Қызыл, көк и қоңыр вообще жараспайды достарыңыз. Немен по шутку қойып жатырмын просто. Қайсы ұнады болды. Мына деревянный бар екен. Тун. Just a bit of pain. Oh yeah. Мен өзімді жалғыз өзім болып сезінген кезде өлең айтып кетемін. Сондықтан да мән бермей қойыңыздар. Кішкентайлар уже, в принципе, бөп емес қой, неге қоямын оны. Сосын мынаған кіреміз, көрсетемін қазір мен сіздерге. Күшті нәрсе көрсетемін.
Бұл, короче, қасық қоятын. Ойбай, қасық. Пышақ. Вау! Так, тағы не бар екен? Тракс. Мынау. Найс. Бұяқа прям тамаққа керек заттарды қояқшы. Потому что кейбір бір заттар бар, керек емес. Тек қана қасық, вилкасын олар типа. Ну, олар тоже керек, но в принципе олар қолмен де жібереді, ол бәрібір емес пе? Так, және осындай пышақ. Обязательно пышақтан 2 алу керек. Біреу сынып өліп қалса ше. Такс. Енді посуда қоятын. Жаңа қыздар, ойбай. Жаңа қыздарға қойып едік қой бір тал. Мынау. Тын. Не қойсам. О, все. Найс. Енді продукты қоя салайықшы. Қазір магазинге барып, вообще істегім келіп тұрған жоқ. Батончак. Кешірім сұраймын, менің телефоным құлап түсті. Қазір мен нормальный продуктыларды аламын. Біріншіні холодильникті ашып. Вау! Достар, маған именно осысы қатынап тұр. Себебі ол прям әдемі прям. Либо холодильникті сосын толтырайық, ja? Мына енді туалет жасайық, либо мына жасаймыз ба? Мына залды жасайық, өйткені в принципе просторный такой. Енді диваннан бұл очень сложно, достар. Себебі бәрі әдемі. Бәрі әдемі, неге? Или, бай. Кішкентайларға мынандай могу поставить. Ой, ё-моё, екі ұшып кеткендей. Мынау былай. И үлкендерге мынау біреу. И мынау біреу кино көргенге. И мына бір телевизор қойып. Логично. Бір істейтін телевизор бар ма? Ура, анау істейді. А то андай телевизорлар болады, типа. Все. Осындай древний сағат алайықшы. Буду, в принципе. Гуль, обязательно, это старый. Как мы забыли. Так. Мыналарға да обязательно бір гүлді қойып қояйық, байқұстарда гүл жоқ. Мынау әдемі тұрады. Такс. Және мынау. Өте әдемі. Такс. Бір ұзын, бір қысқа қояйық. Либо мынау... Мен білмеймін, я просто таңдап атым. Жоқ, мынау емес. Точно айтам. Ой, ё-моё, не қой алып кетті. Ай. Немножко қысқалау. Үлкен не надо. Так. В принципе, оларға можно поставить столько кішкентай, потому что, типа, оларға кішкентай рассада. Да ё-моё, даже если что, меня қатыватыр только боком. Так, енді свет. Мы про свет забыли. Вау! На картинка алынған қалыптыларынан дәлелдей салайық былай.
жағамыз осы ішеміз. Короче, келесі достар, біз былай істей аламыз, қараңыздар. Тук 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 тук. Маған негізінде мынау біздің ана екі этажымыз болды ғой, соның сыртында болған. Я помню это. Лампа, олар блогер ғой. Достар, білесіздер ме, олар блогер. Ой, ё-моё. Екі лампа жарамайды, бір лампа жарайды. Наны істеуге болады, типа. Ойбай, неге мына жер... Мына сиясың ғой, айналайын. Не деген адамсыңдар? Сендерге айтпаймын мен. Тока-бокаға айтып жатырмын. Токс. Ойбай, наяқтан істеу? Туалет істейік. Мынаны таңдайық. Бұл сұрын терезе тұр ғой, ё-моё. Туалет. В принципе, обычный туалет и хватает. Можно поставить. Енді мен аяққа қоймайтын шығармын, достар. На раковинаны уже туда можно. Бірақ ол үшін аяққа айна керек. Неғып перде жаба салайық да, ё-моё, достар. Неғып қуып тұрмыз. Перде жаба салайық та. Мынандай перде бар ғой. Всё. Нормос. Нормос теперь. Всё. Нормос. Так. Во. Нақас хитмайды. Қандай шкафчик бар. Нақас етін. Мынау тоже сымает. Ойбай, мынау удалить етілмеген ба не? Так, может розовый свет, ну. Надо сымать, достар. Не істейміз енді, достарки. Ондай қоямыз ба? Бірақ кішкентай болып қалады ғой. Кішкентай. Енді амал жоқ. Все. Теперь енді оларға заттыңдар, енді туалет косметиканың бәрін осы жерде табуға болады. Қалғандарын нақтан сатып ала саламыз ғой. Не болдық біз? Жоқ, балкон қалды. Біздің любимый балкон. Осы балкон үшін келдім ғой мен осы үйге. Не осындай балконы бар ғой, так. Сіздерге де посоветую. Менікінен қайтала беріңіздер, мен қызғаншақ емеспін. Бұл жерге осындай стульчик можем поставить. Мынандай. И потом стол. Странный стол какой-то. Вау! Найс. Так. И мынандайлардан можем. Ойбай. Мынандай пончиктерден екі қызына. Енді олар қаяқта отырады. Міне ол сияқты отырсын. Все, дайын. Біздің үйіміз дайын, достар.
міне былай бір көрсетіп шығайын. Міне осылай, мені қайталай беріңіздер, достар, мен қызғанбаймын. Міне древний салып қойғандай. Тың-дың деп бұның шкафчиктары. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Төсек. Қазір мен адамдарымды алайын, мен вообще адамдарымды болып кетіппін ғой деяқты. Так, мыналар емес, менің адамдарым, мыналар емес. Мынау емес. Мынаның ішінде болу керек. Екі қыздар екен. Жоқ, мынаның ішінде де емес что-то. Достар, что-то мен... Блин, достар! Негізінде айтып қояйын, Токабокада осылай адамдар теряться етеді, потому что көп кірмегендіктен немесе... Достар, точно! Біз адам жоқ қой, достар, бізде. Мінеки біздің адамдарымыз келді, мынау бізге не нужен человечек. Міне біздің новый адамдарымыз дайын. Енді қап-қара енді ештеңе етпейді енді, достар, енді. Не істеймін енді, лагать етті, енді мен кінәлі емеспін. Міне мамасы, әкесі және де қалғандарының аттары вообще өзгерген жоқ. Лори, Марк, Джуси мен Джесси. Мынау Джесси болсын, мынау Джуси болсын. Мінеки адамдарымыз дайын, олай болса, достар, міне бәрі дайын болды. Олай болды, сау болыңыздар.